Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен күрделі теңдеуді шығаруды үйренеміз. Күрделі теңдеуді шығару үшін алдымен қарапайым теңдеуге, жай теңдеуге айналдырып аламыз. Алдымен 26 қосу x өзін жазып аламыз. Тең, енді біз мына 40 пен 20-ны қосып, мында жазамыз. 40-қа 20-ны қоссам 60. Енді міне қарапайым теңдеуге айналды. Енді ары қарай x тең деп шығара береміз. Бірінші теңдіктің оң жағындағы 60 санын жазамыз. Мына қосу амалы азайту болып түседі. Енді теңдіктің сол жағындағы 26 санын жазамыз. X тең 60-тан 26-ны алсам 34 екен. 34 болады. Ал тексерейік. 26-ның өзін жазамыз алдымен. 26 қосуды жазамыз. Енді x-тің орнына бізде 34 саны шықты. 34. 26-ға 34-ті қосамыз. 6-ға 4-ті қосамыз. 10 бір ойда, 2-ге 3-ті қосамыз. 5 ойдағымен 6. Сонымен 60 шығады екен. Теңдеуіміз дұрыс шықты демек. 60 тең 60-қа. Келесі теңдеуде балалар бұны қарапайым теңдеуге айналдырып аламыз. Күрделі теңдеуді ол үшін алдымен 15-тен 5 азайтамыз. 15-тен 5 алсам 10 болады. Қосуды жазамыз. X жазамыз. Тең 25-тің өзін жазамыз. Міне қарапайым теңдеуге айналдырдық. 10 қосу x тең 25. Енді ары қарай x тең деп шығара береміз. X тең. Теңдіктің оң жағындағы 25 үлкен санды бірінші жазамыз. Мына қосу амалы азайту болып түседі. Одан кейін 10. 25-тен 10 аламыз. X тең 25-тен 10 аламыз. 15 қалады екен. Ал тексерейік. Алдымен 15. 15-тің өзін жазамыз. Азайту 5. Қосу. X-тің орнына енді біз 15-ті қоямыз. 15-ті қоямыз. Тең. 15-тен 5 алсам 10. 10-ға 15-ті қоссам 25 шығады екен. Теңдеуіміз дұрыс шықты. 25 тең 25-ке. Келесі теңдеуіміз. Балалар, міне мына ортадағы сандарды қарапайым теңдеуге айналдырып аламыз, қосып аламыз. А-ның өзін жазамыз. Қосу. 5-ке 10-ды қоссам 15 болады. 15, енді ары қарай тең 20 екен. Ары қарай міне қарапайым теңдеуге айналды. Енді А тең деп үлкен санды бірінші жазамыз. 20. Азайту, қосу амалы азайту болып түседі. 15. Енді А тең 20-дан 15 алсам бізде 5 шығады. Ал тексерейік. Бірінші А тұр, сондықтан А-ның орнына біз 5-ті қоямыз. 5. Қосу 5. Қосу 10. Өзін жазамыз. Тең 20. 5-ке 5-ті қоссам 10. 10-ға 10-ды қосамын. 20 демек біздің бұл теңдеуімізде дұрыс шықты. 20 тең 20. Міне балалар, біз күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырып шығаруды үйрендік. Міне астындағы екі теңдеуді балалар өздерің шығарып көріңдер. Видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңдар. Тіркеліп, қоңырау белгісін басыңдар.